Қазір жасым 21 жасқа келді. Бой түзеп, етек жеңімді жиғалы қашан. Өткенімді еске түсіру қиын маған деп көп кісілер айтып жатады. Ал мен өткенімнен қаша алмаймын. Еске алмайын десем де, есімде тұрады үнемі. Өзім үйдің тұңғышымын. Соңымнан ілескен 2 інім бар. Бұрындары үйде ұрыс керіс болып тұратын, үйдің берекесі көкке ұшып тұратын. Оған көңілім түссе де, әке-шешеммен бірге жүрген соң ұмытып кететін едім. Ата-анам қайта татуласқан соң. Бірақ 5-ші сыныпты аяқтап бітіргенде, әке мен шешем ақыры ажырасып тынды. Бастапқыда мамам 3 балам саған аманат деп біздерді оңай тастап кете салды. Ал ойлаңызшы, қаршадай кішкентай қыздың қандай тауқымет кешкенін. Әкем ала таңнан қара кешке дейін үйде отырмайды ғой. Дардай бір әйелдің тірлігі маған жүк болды. 2 бауырға ана орнына ана болуға тырмыстым. Осылай қиналып жүріп, 3 күннен соң көрге үйренесің дегендей, басқа салғанға төзіп, ет үйрене бастағанда, бір күні аяқ астынан анам келіп мені алып кетті. Анамсыз тұп-тура 3 ай күн кешкен екенбіз. Мені қалада оқытқысы келіп, алып кетті. 6-шы сыныпты осылайша қалада оқыдым. Ауылдан келген соң, қалалық сыныптастарымен ортақ тіл табыса алмадым. Әр қайсысының қолдарында телефон, қалталарында ақша. Менде мұның бірі де болмады. Жұпыны киінген мені ешкім жанына жақын тартпады. Сонда да оларға өкпелемейтінмін. Өз шешем өгей шешеден ары қарайтын. Сенесіздер ме? Менің мектептегі ата-аналар жиналысыма бір мәрте бармағанын. Тіптен менің жаңа жыл мереке қарсаңында маған киім қарап, не қолыма тиын ұстатқан жоқ. Сөйтсем мектептегі жаңа жылымды ұмытып та кетіпті. Содан не керек? Шешемнің бір жылтырақ кофтасын тауып алып, бұтыма джинсы киіп, жаңа жылдық кешке бардым. Сонда маған сыныптас қыздар, киіміңді ауыстырып алсаңшы, осылай жүресің бе? Деп сұрағандары жаныма аяздай қатты бататын. Өз-өзіме қатты ұялатынмын. Баламын ғой, сонда неге бармай-ақ қоймағамын деп қазір ойланамын. Мүмкін сәби жүрегім әлде қандай ғажайыпты күтті ме екен? Қатарлас қыздардың үстеріндегі сәнді көйлектері мен келісе кеткен туфлиларына қарап, мына көкірегіме өксік тығылатын. Шаштарында бұйралап түрлі жылтырақпен әсемдеп, өз кейіптеріне айнаға қарап тамсанғанда, жалғыз мен ғана шығар, айнаға қарап, еріксіз өкіріп жылаған. Осы жылғы 6-шы сыныпта қыс бойына табаны тесіліп қалған, әр басқан қадамыңа ішіне қар толып кете беретін күзді кетікпен қысты өткеріп шықтым. Су бола берген соң 2-3 нәски қабаттап киіп алатынмын. Әкем болса ара-тұра араққа сылқия тойып алған кезінде қалаға келіп айқай-шу шығаратын. Сен неге шешеңе айтпайсың? Деп екеуінің ажырасқандарына мені кінәлі қыла беруші еді. Әр қырылған сайын шешемді көк алай қойда етіп сабап тастайтын. Жан ұшыра аласұрып орталарына түсетін тағы да мен. Сонда деймін, әкемнің шешеме бағытталған жұдырықтарын да мен жедім ғой. 6-шы сынып оқысам да, менің ойлау қабілетім әлде қайда өсіп ерте бой түзедім. Осындай ырың-жырыңмен бұл оқу жылы да аяқталды. Сабағым біте салысымен, әкем мені ауылға алып кете барды. Ауылдағы 2 ініңе қарасасың деп. Өзі болса қалаға жұмысқа кетті. Ал шешем болса қалада жүріп тағы да ізім ғайым жоқ болды. Тіпті шіркін бала шағасын іздемейтін де. Әкемнің анасы, яғни апам, маған іш тартпады. Бұрыннан маған келгенде түсі суық еді. Сөйтсем ол кісі анамды мүлдем ұнатпаған екен. Келіні болғанын қаламаған. Солай тұңғыш немересі болып мен келдім. Содан ба, білмеймін. Маған келгенде апамның мейірімі таусылатын. Бір күні ауылға барғанымда үй жинап жүргем. Әуелі сыпырып, сосын шаң сүрттім. Сол ма, апам? Шаңның бәрі жерге түседі, деп дүрсе қоя берді. Ал жарайды, келесі күні апам айтқандай бірінші шаң сүртіп, артынан үй сыпырдым. Шаңның бәрі аспанға көтеріледі, неге бірінші сыпырып алмайсың? Деп тағы ұрысты. Осыдан кейін мүлде үй жинағым келмей қалды. Тірлікке қолым тисе, мін іздеп тағы да ұрса бастайды. Одан мен де жұмыс жасамай қойдым.
Мен апама, апам маған өш болды. Оқып отырып мүмкін емес дерсіз. Өзі кінәлі дерсіз. Неге бәрі жаман өзі жақсы дерсіз. Мейлі, бірақ менің еш жиғалы көргенім ұрыс керіс, үлкен адамдарша араша болып өстім әке шешеме. Түбі ажырасып кетсе де айыпты тағы мен болдым. Не анам басымнан сипап жылуын сыйламайды, не әкем қамқор болып қара салмайды. Үлкендерден мейірім көрмей өскен жанарым жастан құрғамайтын. Қыз болып, қызығып әсем киінбедім, тоя тамақ ішпейтінмін. Оны қойшы тамақты, аштан өлмедім. Бірақ тірі жетімектің күйін сезіндім өз отбасымда. Біреуден қалған киімді киіп өстім. Мейлі ғой, көбінде солай шығар деп ойлаймын. Бірақ жыртығы болса да жамап реттеп киеді ғой. Алмаған анам оны да жасамайтын бала кезімде. Өсе келе өзіме өзім жауапты болдым. Анамнан сол күйі хабар келмеді. 7-ші сыныпты осылайша ауылда оқыдым. Мектепте ата-аналар жиналысында тек менің ата-анам ғана келмейді. Ылғи да солай. Ал апам болса менің жиналысыма барғысы келмейтін. Мұғалім болса тұрғызып қойып ұрсатын. Неге келмейді ата-анаң деп. Мектеп қабырғасында кей-кейде керек болып ақша жинаймыз. Тіптен тест тапсырар кезде де жинаймыз. Менен кейінгі ініме сол қаржы керек болса апам беретін. Ал маған келгенде жоқ. Жылап сұрасам да апамнан жоқ ақша дегенді ғана еститінмін. Содан соң жақын құрбымның мамасынан сұраймын. Қаладан папам келгенде қайтарып беремін деп. 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптар қыз бала үшін құбылмалы кезеңдер ғой. Әкенің қамқорлығын, мейірімін сезінетін уақыт, ананың ақылы мен махаббатын бөлінетін кез, ал олар болса екеуі екі жақта. Ал мен ауылда апаның қарғысы мен ұрысын естіп өсіп келе жатырмын. Мені түсінесіздер ме? Жаным қатты қиналатын. Өзімді керексіз сезініп жылай беретінмін. Жаңадан жетіліп келе жатқан қызбын. Қалыпты жағдайда етеккір келіп бастады. Бойжеткен қыз болғанының белгісі. Алайда мені бойжетті-ау, намысы мен қалауы бар-ау деген бір пенде болмады. Кішкентай болсам да көрген азабымның әсері ме, шексіз уайымның кесірі болар. Аймай келетін етеккір менде 2 айда бір келетін болды. Тіпті бірде 3 айға дейін асып, етеккірім келмеді. Бұған апамның айызы қанып, жаны кірді. Сен қатын екіқабатсың, көше кезіп бұзылған албастысың, деп неше түрлін айтты. Бұл сөздерге шыдай алмай ах ұрып жылаған мені. Бәсе сондай ғой, сен қара бетсің, көтергенсің, деп бетімнен салып, жұдырығын түйіп ұрып, нұқып алды. Жазықсыз кінәлі болғаныма ішім күйіп, зар еңіреп жыладым. Мен көшедегі жігіт түгілі үйдегі өз әкеме жақын емес едім. Қыз болып еркелеп мойнына асыла алмаймын. Осынша болған дүниелер менің мінезімді өзгертіп жіберді. Томаға тұйық қыз болдым. Апам үнемі бір жиыннан ала келген тәттілерін менен тығатын. Мен ұйықтап қалғанда, болмаса мен үйде жоқ кезде 2 ініме тығып береді. Бала емеспін бе? Тәттіге қызығып қала беретінмін. Кейде үйде апам жоқта аңсарым ауып, жегім келгенде апамның кәмпиті тыққан жерін іздеп ұрлап жейтінмін. Мектептегі құрбым әке шешесінің еркесі болды. Ішкені алдында, ішпегені артында. Уайым қайғысыз тағдырдың иесі еді. Әке шешесі бір ретте қол көтеріп ұрған емес. Ал мен ше? Әкем әр ішіп алған сайын маған қоңырау шалып, сен неге шешеңе айтпайсың, деп мені кінәлі құлдан шаршамайтын. Кейде телефон алмай қалсам, сол қаладан келіп ұрыстың астына алады. Білмеймін, бұлардың қаршадай қызға неге соншама өшіккенін. Әлі есімде. Әкемнің қоңырауына жауап бере алмаған кезімде, сабақтан қайтып жатқанда, әкем сап етіп келе қалды. Неге жауап бермейсің деп ұрысқаны былай тұрсын, құрбымның көзінше бетімнен салып қоя берді. Дардай қызын алдына салып алып, үйге келгенше ұрсып келді. Ал шешем болса ше? Сенесіздер ме? Мені мейірленіп еркелеткен сәті есімде жоқ. Бәлкім болмаған да шығар. Далада ойнап жүрген сәттерде айтқаныма құлақ аспадың деп достарының көзінше ұрып, үйге сүйреп әпкеліп, денем көгергенше шымшып ұрып тастайтын.
Ашуын менен алғаныма сонда, «Мама, ұрмашы» деп жан даусым шығып жылағаным әлі есімде. Осындай ырың-жырың өмірмен әзір дегенде 9 сыныпты бітірдім. Шешем киіміме қарамаған соң ба, өз киімімді өзім тігіп, қиып, қиыстырып жүретін әдетім менің тігінге деген қызығушылығымды оятты. Дизайнер оқуын қалап тұрсам да, шешем мені жылатып тұрып, басқа оқуға түсіріп жіберді. Колледжге түсе салып, жаз айында мамам жұмысқа тұрғызып жіберді. Әйтеуір өзінің кредитінің үстемақысын жабу үшін ғана. Ол кез 2018 жыл болатын. Таңнан кешке дейін 13 сағат 2000 теңге үшін жұмыс жасаппын мен сонда. Онда да қолыма бір тиынын ұстатпайды анам. Жаздың аптап ыстығында, табанымнан тозып, өзім бір тиын пайдасын көрмей жұмыс жасап жүргенімде, бастығым өзбек кісі болатын. Ернімнен сүйіп алды. Өзім онсыз да томаға тұйықпын. 16 жасқа келіп ернім кеседен өзгеге тимеп еді. Мені басынып, арымды таптаған мына кісіні РУВД-ға дейін апарып арыз жазсам да, елімізде заң әлсіз, дәлел жоқ деп жауып тастады. Өзгеден көрген өресқыл қылық өзегімді өксітіп жіберді. Өмірімнің тіптен мәні қалмағандай. Жанашыр жақыным жоқ. Мына әлемнен кетпек болып, 4 рет оқталсам да өз жанымды өзім қия алмадым. Сабақ басталды. Жұмыстың кесірінен оқуыма да маңдырап көңіл бөліп оқи алмадым. Осылай жүріп, 19 жасқа келгенде, шешем мен нағашы апам менің атымнан 1.250.000 теңге кредит алып, үйлерін күрделі жөндеуден өткізді. Тағы да ішпей жемей 100.000 теңгелік айлығымды кредитке құямын. Сондағы бір ай тозып жүріп жұмыс жасап, өзіме 20.000 теңгені зор қалып қаламын. Сол ақша айдан айға әзір жетеді. Кейде кешкі ас ішпей жұмыста отырамын. Жаяу барып, жаяу қайтып та жүретін кездерім болды. Қиналып осылай жүргенімде, інім телефонын жоғалтып алып, оған тағы да кредитке телефон алып бердім. Қазір міне жасым 21-ге келді. Алла қаласа міне соңғы ай. Кредитімнің соңғы айы 130.000 төлесем кредитімнен құтыламын. Сосын басқа жұмысқа тұрып, табысымды өзіме арнаймын деп қуанып жүрсем, шешем қуанышымды су сепкендей тағы басып отыр. Енді пәтердің ақысын сен төлейсің дейді. Тағы да өзіме түк қалмайын деп тұр. 16 жасымнан бері мамамның қарызы мен үйінің ремонты үшін жұмыс жасап келемін. Ал олар мұны түсінер емес. Демалыста түрлі тәтті салаттар жасап қойсам да, оларға жақпаймын. Иттен де жалқаусын дейді маған. Енді бүгін ыстық бауырсақпен шай ішсін деп пісіріп қойдым. Сонда да естігенім, эгоистсің сен, иттен жалқау бәле деп айтпаған сөзі қалмады. Менің бар жазығым апамның беліне жабыстырылған суықты алатын пластырды сүртпегенім үшін. Иісі сасық өте. Мен қатты жиіркеншекпін. Иісінен жолай алмаған едім. Міне, бүгін болған жағдай үшін мені болашақ күйеу балаларының көзінше жерге ұрып намысымды таптады. Бұған қарасаң аш қаласың сен. Бұл иттен де жалқау эгоист деп таптап тастады. Шыны керек, бәрін тастап бөлек кетіп қалғым келеді. Бірақ мұным дұрыс не бұрыс екенін білмеймін. Әке-шешеме қарсы болып теріс баталарын алмайын десем де, олар мені ойлар емес. Көңіліме ешқашан қарамаған. Осы жазбам арқылы көпшілік маған ақыл кеңестерін берсе екен. Өзіме керегін алайын деген едім. Көпті көрген апа жеңгелерім сол жол сілтер. Қайтем, бұлай жазып басқалардан бақыт күтем деп ойламаған едім. Алайда, туғандарым маған осылай жасап жатқан соң, не жасарымды білмей далмын.